Мәнен кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Атамекен Асылым аталар және әжелер ансамблінің мүшелері Қабақ Науанов атамыз, Дәметкен Өндірбаева апамыз және Камалов Айсәуле атамыз. Қош келдіңіздер. Ал, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қалай жеттіңіздер? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Мерекенің иесі сезіліп жатыр ма? Сезіліп. Мереке құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Осы бір мереке аясында сіздерді өзіміздің қонақжай студиямызға шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Ал, ең алдымен осы бір сауалдан бастайық. Жалпы аталар және әжелер ансамблі барлығымызға таңсық емес, өңіріміздің барлығы біледі. Жалпы осы ансамбль қашан құрылды, мақсаты қандай? Мархабат. Қысқаша таныстырып өтсеңіздер. Атамекен Асылым халықтық ән ансамблі бұл аталар мен аналардың ансамблі. Өйткені әжелер ансамблі көп жерде болғандықтан біздің жетекшіміз Қарагөз Сағынқызы осы ансамбльді Атамекен Асылым аталар және аналар ансамблі ретінде құрды. Бұл ансамбльді Қарагөз Сағынқызы геолог мәдениет үйіндегі асыл әжелердің жетекшісі болған кезде қалалық мәдениет үйі шақыруменен ол жаңағы аталар ансамблін құрыңыз деген. Сол кезеңде қалалық зейнеткерлер төрағасы Хамза ағай деген болды, өмірден өткен. Сол кісінің бастауымен осы аталар ансамблі құрылды. Содан кейін Қарагөз Сағынқызы өзінің қасына, аталар ансамблінің қасына, аналар ансамблін құрамын деп, осы аналар ансамблі құрылды. Бұл екі ансамбль болдық бастағы уақытта, аталар және аналар ансамблі. Одан кейін 1919 жылы ең бірінші халықтық ұжым атағын қорғадық. Сол халықтық ұжым атағын қорғаған уақытта бір жетекші болғандықтан аталар мен аналар ансамблі бір ансамбль болып құрылсын деген. Сол біз сондықтан да Атамекен Асылым халықтық ән ансамблі болып. Топ құрамында қанша адам бар қазіргі таңда? Топ құрамында қазіргі таңда 12 әйел адам, аналар яғни, және 8 ер адам бар. Ал енді Қабақ аға, Айсәуле аға, жалпы осындай бір ансамбльде өнер көрсетулеріңізге не түрткі болды? Не себепте ансамбльге келдіңіздер? Бұл ансамбль енді 4 жыл болып отыр міне құрылғанына. Біз енді өзіміз бұл ансамбльде әртүрлі жұмыс істеп, зейнетке шыққан қызмет адамдар бар, ақсақалдар. Темір жолшы, мұғалім, дәрігер, тігінші, сол кісілердің барлығын мына Қарагөз Сағынова деген жетекшіміз жинап, әуелі осындай кеңес беріп, соны құрдық. Содан бұл әуелі шамалы қиындық болады ғой бастапқы уақытта. Жақсы өнерімізді өзіміздің бала күнімізден әркім өзінің жаңағы талпыны өскен несіне, өнеріне бейімделген кісілер екен, барлығы да ақсақалдарыңыздың. Мұғалім болған, директор болған кісілер бар. Үлкеніміздің өзі 87-ге келіп отыр. Ол кісі себептермен келмей отыр. Сондықтан мына осындай өнеріміз 2 рет лауреат атағын халықаралық байқауға қатыстық. Кеше ғана мына осы шілде айында Алматыда халықаралық байқауға барып, соның бас жүлдесін алып келдік. Тамаша. Сол жетістігіміз жете берсін. Жетістігіміз ансамбльге мынау қайырлы таң деп барлық ақтөбеліктерге шын жүректен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, еліміз тиіш болсын, әр уақытта жақсылық бола берсін. Қайырлы таң болсын. Ой, бәрекелді аға, өзіңізге. Жалпы осы не себептен таңдадыңыз осы ансамбльді? Енді мен өзім Ақтөбенің көлік училищесін бітірдім. Ой, бәрекелді. 69 жылдары. Сонан басқа бір салада филармонияда істеп, сонан кейін 4 жылдан кейін ба дипломымызды берді. Сосын әр салаға жұмыс жасадық. Сонан сол культурадан алыстап кетіп, бір жер 30 жылда сөйтіп жүрдім. Сөйтіп бір жүрген уақытта осындай бір үй ұйымдастырып, сондағы таныс жігіттер, қолың бос болса, енді шамалы болса да культура айналасында жүрдің ғой. Бізге келіп, өлең айтарсың, басқа бір қолынан келетін істерді істерсің деп шақырып, сол себептен жаңа мына айтқандай, сол Атамекен аталары мен Асылым әжелер деген біздерге не берді, Атамекен деген ат қойып. Сол салада 4-ші жыл істеп жүрміз. Алған
жақсы жолдармен жүріп, әйтеуір жаманат болған жоқ, Құдайға шүкір, барлығы әйтеуір жақсы болып, әлі күнге дейін келе жатырмыз. Бәрекелді. Ал енді ертең мереке 1 қазан, осы бір қарттар күнін атап өтеміз. Жалпы мерекеге қандай жоспар бар? Қалай атап өтесіздер? Жалпы жаңа жерде ұмытып кеттім, барлығыңызды, барлық Қазақстанның қарттарын және соның ішінде Ақтөбедегі зейнетке шыққан, әртүрлі зейнетке шықса да әртүрлі жерде қазақ халқының ұлттық тәрбиесін беріп жүрген аталар мен әжелерді бүгінгі қарттар күнімен құттықтаймын. Және осыған сәйкес ұстаздар күні бірге келіп жатқан, бала тәрбиелеуде ерен еңбек сіңіріп жүрген ұстаздарымызды, барлығыңызды бүгінгі ұстаздар күнімен құттықтаймын, шын жүрегімнен. Енді жалпы біздер барлық уақытта концерттік бағдарламада жүреміз. Бүгінгі күні осының алдында біздер жаңа қоныс лицей мектебіне барып ұстаздарды құттықтап концерт бергенбіз. Осының алдында 2-3 күн бұрын. Енді бүгінгі күні біздер Рауан деген жердегі 74-ші мектепке барып концерт қойғалы отырмыз. Тұсқайтағы 5-те ұстаздарды құттықтап, қарттар күніне және сол жердегі сондай жоспармен отырмыз. Және де қалалық мәдениет үйі бізді бүгін сағат 10-ға өздерінің бағдарламасымен құттықтауға шақырып отыр. Тамаша, бәрекелді. Жалпы енді шаралар деп айтып жатырсыздар ғой, сіздерде мысалы дайындық барысы қалай өтеді? Тәуліктің қанша сағатында сіздер бас қосып осылай дайындаласыздар? Енді біздердің бәріміздің де мына үлкен адамдарымыз, жаңа айтқанда алдымыз 87-те, әр адамның да өзінің тіршілігі бар. Бірақ оған сол өзіміздің жетекшіміз 1-ші күні, 2-ші күні, 3-ші күні, 4-ші күні сағат 2-ден 5-ке дейін сөйтіп дайындық жасаймыз. Жұма күні, сенбі, жексенбі күндері біздер енді үлкен адамдардың шаруалары бар. Сол себептен сол 3 күн қолымыз бос. Қалған 4 күні солай міндетті түрде қатынасамыз. Енді өнерден кішкене алыстасақ, өмірде жалпы қанша бала тәрбиелеп, немере сүйіп отырсыздар? Өмірде қандай ата мен әже сіздер? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Біз енді не деуге болады? Ұлымыз бар, қызымыз бар, немерелеріміз бар. Немерелерім бәрі оқуда. Керемет. Жоғары оқуда, төменгі колледжде оқып жатыр. Өнер жолына түскісі келетін, барғысы келетін немерелеріңіз бар ма? Жоқ, менің саламда ондайлар жоқ. Қанша немереңіз бар аға? 4 немерем бар, ұлым бар, ұлымның өзі 53-те, қызым бар 48-де. Содан екеуінен 2 ұл, 2 қыз бар, 4 немерем бар. 4-еуі де бой жетті қазір. Өздерімен өздері. Қазір мына неге байланысты, заманға байланысты олардың бізге деген түсінігі басқаша. Тамаша аға, енді сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап алайық. Алло, қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, ақтөбеліктер. Ансамбль мүшелері, әсіресе Қарагөз және осы ұйымдастырып отырған аталарымызға үлкен рахмет айтамыз. Қазақ халқының қанында өнер дейтін көп, сондықтан болашақ жастарға берілетін тәрбиенің жоғары болуына себепкер болатын үлкен қарттарға үлкен рахмет айтамыз. Және болашақта осы телевидение, газет, журналдарда біздің ұлттың салтанатын көрсетеді деген үлкен рахмет сіздерге. Қояр сауалыңыз бар ма? Ау. Қояр сауалыңыз бар ма? Сауалым енді болашақта әлде де мына телевидениелерде міндетті түрде осы кісілердің тек қана өнер адам емес, алған тәлім тәрбиесі істерін әрі қарта жалғастыратындай программалар көп болу керек. Сонда бұл кісілердің кім екенін, қайдан шыққан, тектердің жақсылығын жалғастыратын ұрпақ бар. Сіздерге сенеміз. Болашақ жарқын болсын, жер бетінде тыныштық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әсіресе Қарагөз ойылдық екенін көрініп тұрады, Алла тағала бергеннен жаңылмас. Қымбат көрермен, есіміңіз кім болады? Қуатова Ботагөз Қабдолқызы. Қай өңірден хабарласып отырсыз? Ақтөбе қаласынан, бірақ мен негізі ұстазбын, зейнеткер, мына Қарагөздің жерлесімін және бүкіл халыққа тіршілік, жақсылық тілеймін. Ұстаздар қауымына келе жатқан мейрамдары құтты болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Әрбір берілетін тәрбие, тәлім тәрбие біздің ұлттың санасын, тәрбиесін көрсететін болашақ көп болсын.
Ой, бәрекелді, рахмет көп-көп арнайы уақытыңызды бөліп бізге хабарласып осындай таңғы лебіз жолдағаныңызға сізге де тек қана зор денсаулық тілейміз. Енді әрмен қарай жалғастырайық, енді айтып жатамыз ғой, ата бәйтерек, бала жапырақ деп. Жаңа өзіміздің немерелер жайлы айтып жатсыз. Қабаға неше немереңіз бар? Менде өзі 4 балам бар. Мен Шалқар ауданынамын. Ой, бәрекелді. Өзім теміржолшы локомотивщикпін. Пойыз айдадық 40 жыл бойы. Үлкен балам Шалқарда локомотив депосында машинист, технолог. Бір қызым бар, осында теміржол управлениясында. Өзім ата-бабамыз біздің теміржолшы болған. Әкелеріміз теміржол. Ортаншы балам Алматыда, кіші балам осы жақта диспетчер. Шөберем бар, үлкен баладан. Сонымен енді соны көріп жатырмыз. Енді бір айта кетейін деген жағдай, мына ансамбльде біз енді келешекте алдыға таман осы бір жақсы хабар. Біз енді бұйырса осы келесі қазан айының 12-сі мен 16-сында Қырғызстанға барайын деп жатырмыз. Соған міне жолдама алдық. Осы барлығы ансамбльдің ауыз біршілігінің бір-біріне тиянақты осы дайындықтың арқасында деп ойлаймыз. Сол сапарымыз оң болсын деп, келешекте сәтін болсын деп. Сосын тағы да енді екі бастан оны жоғары отырған басшылар біледі ғой, шетелге шығудың өзі де оңай емес. Оғанда бір қаражат керек. Соны құлақтарына алтын сырға деп қазақша айтқанда сөйтеміз. Үнемі қолдау білдіреді деп ойлаймыз. Иә, қолдау, иә. Ал Дәметкен апа, өзіңіздің немерелеріңіз жайлы айтып өтсеңіз, неше немереңіз бар? Отағасымыз екеуміз 5 бала өсіріп тәрбиеледік. 3 ұл, 2 қыз, 3 келінім бар, 2 күйеу балам бар. Барлыда ұлды ұяға, қызды қияға қондырғанмын. 9 немерем, 6 жиенім бар. Енді бүгінгі осы мынау хабар, сіздерді шақырған хабарларыңызға орай, бүгінгі күні менің кенже қызым, ақылдым, ақылшым Гүлханымның туылған күні. Ой, бәрекелді. 30 жасы. Сол қызымды осы бүгінгі жекеменшік күнімен құттықтаймын. Өміріне барлық жақсылықты тілеймін. Барлық адалдықты тілеймін. Өмірі тек Райымбегіммен екеуі қосылып, жақсы, бақытты ғұмыр кешсін деймін. Тамаша, ал енді осы бір отбасындағы тәлім тәрбие, өнеге, сана сезім әрине әрдайым бірінші орында тұруы қажет. Жалпы отбасындағы тәрбие қандай сіздерде? Жалпы отбасындағы тәрбие негізінде біздер отбасында отағасыға бағынамыз. Ой, бәрекелді. Сол кісінің отағасының барлық айтқан шешімімен жүреміз, ақылдасамыз, әрине келісім болады. Дегенмен біздер отағасыға бағынамыз. Балаларымыз да, келіндеріміз де, барлығы да сол кісінің шешімімен шешім қабылдаймыз, қандай нәрсе болсын. Қандай кейбір қиыншылықтар болсын, қандай жақсылықтар болсын, бірге отырып шешеміз. Ал енді ағалар, сіздер жалпы өздеріңіз ұл қыздарыңызға үнемі бір дастархан басында, бір шаңырақ астында не насихаттап отырасыздар? Қандай өсиеттер айтып отырасыздар? Балаларға ол дастархан басында біріншіден тәртіпті болуды, мектепке оқуды, жақсы оқуды, сосын алдағы өзінің қойған мақсаттарына жетуді, бірінші мақсат қою. Соның барлығын әуелі дастархан үстінде айтылады. Бірінші тәртіп. Бауыржан атамыз айтқандай тәртіп бар жерде барлығы болады деген. Сондықтан бірінші тәртіп болу керек, сосын оқу, білім алу керек, сауатты болу керек, өнерден де қалмау керек. Қай жағынан болсын, өнердің түрі көп, спорты бар, өнер бар, барлығы оның өнер дейді. Сондықтан соған бейімделіп, әр бала өзінің шырылдап жерге түскенде кішкентайынан өзіне бейімделген нәрсе. Мен өзім мектепке бармай тұрып домбыра үйренген адамбыз. Сондықтан уақытында жіберіп еді, бара алмай қалды, әкеміз теміржолшы боласың деп, сонымен сонда теміржолдың несінде кеттік, консерваторияға бара алмай қалдық. Сондықтан енді осы өнерді тастамаймыз, жасымыз 72-ге келді. Сонда да өнер осы жолында жүреміз. Сондықтан үйдегі семьяға бірінші тәртіп, сосын балдарды жақсы тәрбиелеп, алдағы болашағына өте жақсы көз салып өссін деп айтамыз. Ал енді Айсәуле ағамызға бет бұрайық аға. Енді менің де Қабақтың айтқанда қосылам. Менің де тәрбием сол. Ақылымызды айтып, қазіргі жастардың көшеде әртүрлі бір нелерге ұрынып қалатыны бар, кеш келетіні бар, ерте кетіп қалатыны бар. Оның бәрінен сақ жүріңдер, абайлап жүріңдер, ойлаңдар ертең не болатындарын деп. Солай ақыл айтам, 2 ұл немере, 2 қыз немере ғой. Қыздарды енді шамалы оған қарағанда ұлдарға көп айтамыз, ескерту береміз. Қыздар енді өздері қазіргі жастар ақылды ғой. Ақылды біздің
білмегенімізде, біздің істемеген заттарымызды олар қазір қолдарынан келіп жатыр. Сол енді. Тамаша. Ал енді ағалар, апа, көп рахмет, арнайы уақыттарыңызды бөліп осындай бір сұхбаттасқандарыңызға. Енді өздеріңізден қонаққа деп сұраймыз, әрине міндетті түрде қандай әнді орындап бересіздер бүгін біздің студиямызда көрермендерімізге? Туған ел. Туған ел тақырыбы аясында. Тамаша. Енді дәл қазір қымбат көрермен болса, ата-әжелеріміздің керемет әсем әніне кезек беретін боламыз. Ең алдымен енді айтып жатады ғой, жас жүрген жер мереке, қарт жүрген жер береке деп. Әрине осы бір Мәртөбе ауданында берекелі отбасы бар екен, қарты бар үйдің қазынасы бар деп жатамыз. Әрине осы бір біздің әріптесіміз сол жерге барып арнайы сюжет түсіріп келген болатын. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Mama.